Сіз не көрдіңіз деп ойлайсыз? Бұл екі әрекет қоқыстың тасталып, тұратын айырмашылығы қандай? Бұл суретте тынық мұхиты көрсетілген. Бұл тынық мұхитының солтүстік антропогендік аймағы. Бұл жақта осыншама қоқыстың көп болуына адамдар өзіміз кінәліміз. Яғни тынық мұхитына демалуға келген сайын адамдар қоқыс лақтырады және оларды қоқысты қайта өңдемейді. Бұл солтүстік тынық мұхитының антропогендік аймағына қалай келді? Бұл су арқылы жүзіп осы аймаққа жинақталған. Қоқыс аулары қоқысты қайта өңдеуден пайда болады. Шағын ортаға қиын жағдайларда әкелетін суатты қорғау керек. Суатты қорғайтын бір әдісі шас қабатын салу, бірақ ол қысқа мерзімді болады. Ол заттардан қорғауға ол өте тиімсіз болады. Және ол заттардың қоқысын әрбір жыл бойы өседі. Өйткені адам тұрғындар онымен қатар өседі. Достерде Британияда 2008 жылы ЮНЕСКО хабарлағандай қоқыс таулары құлады. Қоқыс таулары құлағанның ішінде қаншама адамдар қайтыс болды. Және жерге қаншама миллион қауіпті химиялық заттар құлады. Осындай жағдайлар көбінесе қаланың қасында болса, адамдар миллиондап өлімге әкеледі. Сондықтан қоқыс сұрыптайтын жерлерді көбейтіп, қоқыс мөлшерін азайту керек. Және де қоқыстарды сұрыптайтын жерлерге жіберу керек. Арнайы жәшіктерге біріншісіне қағаз қалдықтарын, екіншісіне пластикалық қалдықтар, үшіншісіне тамақ қалдықтарын және төртіншісіне әйнек шиналарын салуға болады. Егер де сіздердің аулаларыңызда ондай жәшіктер жоқ болса, осындай қалаңыздың карталарына көруге болады. Және батарейкаларды жөнетін сұрыптайтын өзінің арнайы жерге жіберу керек. Ондай жерлер әлемде ірі жабдық дүкендерінде болады.